Қайырлы күн. Бүгін сіздерге мен құйылмалы творожный пирогты көрсететін боламын. Бізге ең алдымен қажеттісі творог. Творог бұл майлы болмауы керек. Бізде қазір мен пайдаланатыным кәдімгі қолдың творогы. Және сметана. Сметана менде 20%. Президент сметанасы бізде в основном төмен процент болмау керек. 15 деген. 20%-тен жоғары пайдалана берсеңіздер болады. Және де маргарин жайында айта кетейін. Маргарин бізде 72, 82-де 5 және 83%. Мына жерде процент жазылып тұрады. Осындай 83, 72-де 5 или 82-де 5-ті пайдалансаңыздар жақсы болады. Тесталарыңыз да жақсы жұмсақ болып көтеріледі. Және ванильный, менде мында ванильный сахар деп тұр. Үлкен бірақ алған ғой. Осының кішкентай бізде кәдімгі кішкентай как приправленный неде сатылатындар да бар. Сондай ванильный сахар пайдалана берсеңіздер болады. Мен мында сразу салып дайындап қойдым. Ванильный сахар менен разрыхлительді. Және қант, жұмыртқа, ұн. Және бізге блендер керек болады. Бұл қазір творогымызды езу үшін. Ұнымызға майымызды, жұмыртқамызды, сметанамызды, қантымызды, разрыхитель мен ванильный сахарымызды салып, қолымызбен басып илейтін боламыз. Барлығы комнатный температурада болуы қажет. Тестамыз дайын болғаннан кейін бетін жауып орап қоямыз. Начинкамызды дайындауға кірісеміз. Бізге творог, қант және сметана, ванильный сахарымызды саламыз. Және бір жұмыртқаның сарысы және бір жұмыртқа салатын боламыз. Барлығын блендерда езіп аламыз. Творогымызды әбден майдалап езетін боламыз. Майдалап езілгеннен кейін духовкамыздың лесіне кальцомызды қойып, тестамызды тегістеп жайып шығамыз. Жан жақтарын жұқалау қылып жайсақ, біздің пирогымыз жақсы көрінетін болады. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Начинкамызды саламыз. Үстіне замороженный ягодтарды салсаңыздар да болады. Мен духовканың 180 градусында конвекция режимінде 30 минутта пісірдім. Верх-внизда да пісірсаңыздар болады.